Bir күні немерелеріммен бас қостым. Бәріне ортақ бір сұрақ қойдым. Тәуелсіздік дегеніміз не дедім? Сонда бірі бақыт деді. Бірі ата-анамның қасында болу деді. Бірі бәріміздің ынтымақта өмір сүруіміз деді. Енді бірі бәріміздің қазақша сөйлеуіміз деді. Шындап келсек, бұның тереңінде шында тәуелсіздік ол бақыт, тәуелсіздік ерекше қасиетті ұғым. Сондықтан осындай ерекше қасиетті ұғымды кішкентай бүлдіршіндер тілімен айтқан кезде осылай болып шықты. Тереңдеп қазсақ, шын мәнінде еліміздің өз тәуелсіздігін, егемендігін алып өмір сүруі ол нағыз бақыт. Әлемде 6 мыңдай ұлт пен ұлыс бар екен, бірақ соның 200-дей ұлтта ғана тәуелсіздік бар екен. Қазақстан сол бақытқа ие болып отыр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат деп айтуы бекер емес. Шында бұл тұғырда елбасымыздың еңбегі ерекше. Тәуелсіздік ол үлкен байлық. Осының қадір қасиетін түсініп, осы байлықты ұстап тұру, осы мәңгілік ел болу жолындағы тәуелсіздіктің туын көтеріп, оны нығайту жолында еңбек ету әрбір қазақстандықтардың парызы. Құрметті қазақстандықтар, құрметті елорда тұрғындары, өздеріңізді осынау қасиетті де киелі ұғым тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.